Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Эфирде адвокат кеңесі. Омарова Айман Мұратқызы, заңгер, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның және ұлттық құрылтайдың мүшесі. Жыл соңына да келіп жеттік. Ескі жылға өкпе жоқ, жаңа жылдан күтеріміз көп. Келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Жаңа жылда әр шаңыраққа жақсылық тілей отырып, біз хабарымызды бастаймыз. Экранға назар аударайық. Мен Ақтау қаласында тұрамын. 3 балам бар. 4-ші балаға аяғым ауыр. 27 апта. Күйеуімнен шаршадым, жүйкем жұқарып, тіпті асылып өлсем ба деп отырмын. Ақтауда ешкімім жоқ баратын. Ақтауда аналар үйі бар ма? Балаларыммен барсам, номерін тауып берсеңіз мен таппай отырмын. Төркінім алыста, жол жабық, жер тайғақ. Төркініме барғанда сыймаймын. Құрметті көрермен, қазіргі таңда шешілмейтін мәселе жоқ. Егер де тұратын жеріңіз болмаса, сол Маңғыстау облысында дағдарыс орталығы бар. Егер де Маңғыстау облысында тұрғыңыз келмесе, басқа облыстарда да бар. Міндетті түрде сізді қабылдайды, балаларыңызды да қабылдайды. Және де психологтың, заңгердің көмегіне жүгінсеңіз болады. Дағдарыс орталықтарында психологтар да бар, заңгерлер де бар. Өзіңіздің құқыңызды қорғасаңыз болады, сотқа жүгінсеңіз болады. Ажырасу және де мүлікті бөлу, алимент алу процедураларының бәрін сол жерде заңгерлер көмектесіп, мәселелеріңіздің бәрін шешіп береді. Сәлеметсіз бе? Бүгінге дейін абьюзермен тұрып келдім. Ажырасуға шешім қабылдап, полицияға арыз жаздым. Маған айтты, ажырасқаннан кейін күйеуім балаларды үйден қуып шыға алмайды деп. Бірақ үй ипотекада соның атында. Үйді бөліске салаламыз ба? Үйден қуып шықты. Полиция қызметкері келіп, бізге ол үйде тұрсын деді. Қазір бір бөлмеде жатыр. Басқа бөлмеде балалармен тұрамын. Әзірге тыныш, бірақ қорқамыз. Үйді қалай бөліп аламын? Үй ипотекада ортақ мүлік көп саналады, бірақ ипотеканы төлеместен бұл үйді бөлуге ешқандай мүмкіншілік жоқ. Алдымен ипотеканы төлеп бітіру керек. Ол бір. Екіншіден, күйеуіңізге немесе сізге тіркелді ма, ол өте маңызды емес. Себебі бұл ортақ мүлік деп саналады. Ал енді балаларға келетін болсақ, бұл үй балалардікі емес деп саналады. Заң бойынша. Және де бұл жерде полиция қызметкерлері еш нәрсе істей алмайды. Мүлік бөлу мәселесін тек қана азаматтық істер қарайтын сот шешеді. Айман ханым, сәлеметсіз бе? Сізден көмек сұрағым келеді. Менің анам еден жуушы болып 20 жылдан бері жұмыс істейді. Үй аламын деп еңбектеніп, бар жиған тергенін бір әйелге алданып беріп қойыпты. Нотариально 8 миллион теңге берген. 1 жыл болды әлі қайтармады. Әлі ала алмай жүрміз. Көмек сұраймыз. Бұл жерде тек қана азаматтық сот арқылы шешуге мүмкіншілік бар. Егер де ол бергісі келмесе, бірақ бір өте маңыздысы 3 жылды өткізбеңіз. Егер де 3 жыл өтіп кетсе, онда азаматтық сотқа жүгінсеңіз де, өзіңіздің жаңа берген ақшаңызды қайтара алмайсыз. Сәлеметсіз бе? Балам 12 жаста, күйеуіммен ажырасқанмын. Күйеуім баламды алып кетемін дейді. Бірақ балам менімен қаламын деп отыр. Қалай ойлайсыз? Сот баламның пікірімен санаса ма? Қазақстан Республикасының заңы бойынша баланың пікірі 10 жастан бастап ескеріледі. Өте маңыздысы бұл жерде. Бала 10 жасқа толу керек. Қазіргі таңда сіздің айтуыңыз бойынша балаңыз 12 жаста. Балаңызды сотқа шақырады, оның пікірін тыңдайды. Егер де сотқа шақырған кезде балаңыз анаммен тұрғым келеді, анамның қасында болғым келеді десе, онда баланы сізге қалтырады. Бала сізбен тұрады. Демек, бала өзі шеше алады. Шешімді бала қабылдайды. Әзірше осы. Өз қақымызды біле жүрейік. Сауатты қоғам кемел келешектің кепілі. Баршаңызды тағы да жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз.